Жаңа өсиет туралы сұхбат құрайық. Қазіргі күнде біз оқып жүрген мәтін бастапқы түрінде сақталып қалғанын мақұлдауға бола ма? Мен осы сұрақты қарастырғым келеді. Киелі кітапты сондай кез келген тарихи құжаттарды зерттеуге кіріскенде біз тарихнаманы қолдануымыз керек. Тарихнама қандай ұзақ сөз, Ол бар жоғы құжаттың шынайылығын анықтайтын қағиданы білдіреді. Мәтін олардың авторы болып табылатындар арқылы жазылған ба? Құжатта жазылғандар шындық па? Мәтін шындықпен жанаса ма? Кешіресіздер, тағы бір ұзын сөзді айтып кетейін. Библиографикалық сынақ кез келген жақсы тарихнаманың бір бөлігі болып табылады. Библия графикалық емес, керісінше библиографикалық. Бұл тарихшылардың термині. Библиографикалық сынақ дегеніміз қолжазбаны тексеру дегенді білдіреді. Ал қолжазба дегеніміз не? Қолжазба бұл түп нұсқа деп көбісі айтады. Жоқ, олай емес. Түп нұсқа деп қолтаңбаны айтады. Ал қолтаңба дегеніміз негізгі нұсқа деген ғой. Сонда олар бұл көшірме деп айтады. Яғни қолжазба көшірме болуы мүмкін, алайда болуы да шарт емес. Сонда қолжазба дегеніміз не? Қолжазба деп мәтіннің баспа көшірмеге қарама-қарсы, яғни қолмен жазылған көшірмесін айтады. 1500 жылдары баспа құрылғыларын ойлап шығарғанға дейін қолжазба көшірмелері жасалған. Елестетіп көрдіңіз бе? Көне өсиетті алып көріңіз. Онда миллионнан астам дауыссыз дыбыстар бар. Дегенмен, оларды санаудың қажеті жоқ. Менің сөзіме сенсеңіз болады. Онда 1 миллионнан астам дауыссыздар бар. Ойлап көріңіз, оны сапалы түрде көшіріп шығу үшін қанша уақыт керек болады? 1 жыл. Біз қаншама қате жіберер едік? Мына жерде бір сөйлемді қалдырып кеттік. Анда бір сөзді, мұнда тұрақты тіркесті, мына сөзде бір әріпті, ал анауында бірнеше әріпті қалдырып кеттік. Шыншыл емес көшірмешілерді ұмытпағанымыз жөн. Адамдар алдамшы, әрбір ұрпақтың өзіндік Да Винчи коды және де Дэн Брауны бар. Сонымен, адамдардың көп қателік жасайтынын және қаншалықты олар әдейі істейтінін ескере отырып, осындай көне ақпарат көздеріне сенім артуға бола ма? Жаңа өсиетті оқып отырып, көз алдыңыздағы түпнұсқа мәтін екеніне сенімдісіз бе? Сонымен, дәл қазір жуырдағы видео үзінділерде мен жаңа өсиетке библиографикалық сынақ жасайын деп отырмын.